Сәлем достары! Мектеп жер бетіндегі барлық мемлекетте бар және әрбір адам оның қабырғасында білім алған немесе табалдырығын енді аттайды. Алайда, ол бұрындары болған жоқ, әсіресе дәл қазіргідей үлгісі. Ал мектептер бірін-бірінен немесе ерекшеленеді. Ендеше көп созбай, әлемдегі ең ерекше сіз естімеген қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Әлемнің 43 елінде оқу жылы 1 қаңтардан басталса, 16 елде наурыз айында басталады. Ал біздің елімізде және 22 елде 1 қыркүйектен басталады. Чехияда ең жоғарғы баға 1, ал ең төменгі баға 5 болып саналады екен. Францияда 20 балдық жүйедегі баға қойылады. Ақш туында бейнеленген жұлдызшаларды мектеп оқушылары ойлап тапқан. Америкалық жасөспірімдер шамамен 12.000 сағатты оқуға және 14.000 сағатты теледидар көруге жұмсайды. Әлемдегі ең көне оқу орны Фес қаласындағы Карауин мектебі. Ол біздің заманымызға дейін 859 жыл бұрын құрылған. Оқушы саны көп мектеп Үндістанда орналасқан. Аталған мектептің 28.000 оқушысы бар. Әлемдегі ең қымбат оқу орны Англияда орналасқан. Ата-аналар балалары үшін бір айға 80.000 ақш долларын төлейді. 2003 жылы аустралиялық профессор әлемдегі ең ұзақ дәріс оқыған. Ол дәріс 54 сағатқа созылған екен. Достар, сіздерге бұл видео қызықты болса, лайк басып кетіңіздер. Ал сіздерге бұл видео пайдалы, керек болса, онда қызыл батырманы басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.